Сәлем достар, қалайсыздар? Көңілге қалай? Сіздер бағана көрген рекетирден шыққан рилсын көрген шығарсыздар. Оның барлығын біз телефонмен түсірдік, барлығын телефонмен түсіріп, телефон монтаждадық. Именно осындай рилстарды қалай монтаждаймыз, оны біз қалай түсірдік, соның барлығын бүгін секреттерін бәрін айтып беретін боламын. Және вообще кино рилс түсіру үшін қандай жабдықтар керек, вообще не істеу керек, қайдан бастау керек, вообще оның бәрін қалай істеу керек, соның барлығын бүгін сіздерге осы сабақта тегін беретін боламын. Так что сабаққа қош келдіңіздер. Так, кино рилстың секреттері не? Біз қазіргі уақытта білесіздер, біздегі Қазақстанда, Алматыда болсын, барлық жерлерде кино рилс дейді, киношный рилс дейді, жаңағындай рилс мейкер, контент креатор деген сияқты, мобилограф деген мамандықтар өте көбейіп кетті. Бірақ барлығының шығаратын продуктысы ол видео. Бірақ әрқайсысы әртүрлі подходпен шығарады. Мен сіздерге өзім осы күнге дейін түсіріп жүрген, қазіргі жаңа көрген рилстарыңыз қалай түсірген бойынша, сондай киношный рилстарды, кино сияқты қылып, саунд дизайнмен, текстпен қалай жұмыс істеу керек, соның барлығын қазір осы сабақта айтып беретін боламын. Енді вообще бұл сабақ кімге пайдалы болады? Бірінші, осындай кино рилстың вообще секреттерін білу керек, және мобилогқа қалай қазіргі уақытта ең кемінде хотя бы миллион демей ақ қойыңызшы, 500 теңге айына қайта табуға болады осындай киношный рилс түсіріп. Оған тек қана мына телефон керек, болды, одан кейін сіздің миыңыз керек, болды, сол ғана керек. Соның барлығын осы жерде поэтапно айтып беретін боламын. Сабақта қазір көріңіздер, ең соңында мықты бонустар болады. Так что қысқа ғана сабақ, андай бір 2 сағаттық, 3 сағаттық, бізде бұл вебинар емес, бұл уже дайын жазылып қойған запись. Егер де сіздер қазір осы жерге Telegram ботқа кіріп плюс басып көп өтсеңіздер, қош келдіңіздер. Так, кеттік онда. Кімдерге пайдалы болады? Бірінші, жаңадан бастаушыларға, яғни новичоктарға, енді мобилографияға келіп жатқандар, мені бірінші рет енді көріп тұрған кісілер болса, сол кісілерге арналады. Яғни бұл жерде прямо телефонда мобилографияны енді видео түсіріп жатыр, CapCut'та монтаждап жатқан болу керек, мүмкін VN-да, әлі ешқандай мүмкін курс оқымаған, мобилографияға енді келіп жатқандарға бұл өте пайдалы болады. Және екіншісі, опытный уже бір ең кемінде 1 жыл опыты бар, осы мобильный съемка саласында жүргеніне. Айына жоқ дегенде бір 200-300 мың қазір тауып жатыр, 150 мың кейде табады, 200 мың тауып жатқан адамдарға ары қарай өзінің деңгейлерін көтеріп, потоктарын тесу үшін соларға арналған мықты тегін сабақ. Соларға арналады. Так, қазір көріңіздер, сіздерге өте мықты бонустан деп қоямын. Так что арасында түсінбей қалған жеріңіз бар болатын болса, мына видеоны қайттан артқа 10 секундқа артқа айналдырып, қайттан көре аласыздар. Сабақты вообще түсінбесеңіздер, тағы да біліп көріңіздер, потому что екінші, үшінші көрген кезде более-менее түсінетін боласыздар. Так, кеттік. Бұл кімге қараудың қажеті жоқ. Ешқандай мақсаты жоқ. Менің дым желанием жоқ. Мен мобилограф болғым келмейді, телефон видео түсіргім келмейді, ақша тапқым келмейді. Просто диванный критик болып отырып, үйде отырып, телевизор қарап, немесе жаңағыдай әртүрлі рилстарға хейт жазып отыратын адамдарға арналмаған. Егер де сіз сондай хейтер болатын болсаңыз, хейт жазатын, дамуға желание жоқ, не хочу, анауны білетін болсаңыздар, видеоны прямо өшір салсаңыздар болады. Менің тек қана өзімен бірге мықты мен сияқты дамығысы келетін единомышленниктер керек. Мені танитын шығарсыздар, танымайтын адамдар бар болатын болса, есім Асхат Шынәлі. Осы мобилография саласында жүргеніме уже почти 5-6 жыл болып жатыр скоро. 2019 жылда бастағанмын. Бұрын бухгалтер болғам. Бұған дейінгі таныған адамдар бар болатын болса, барлығы біледі. Мен 10 жыл бухгалтер болып, осы салаға, мобильный съемкаға, видео саласына кетіп қалған болатынмын. Енді қазіргі уақытта мен өзім режиссермін, киношный рилстар түсіремін, контент креатормын, оператормын, және монтаж жасаймын. Осы жылы январь айында біз Нью-Йорк фильм академияға Лос-Анджелеске барып, сол жаққа барып білім алып келдік. Ол жерде кино производство мамандығы бойынша менің мобар мектебім бар, мобар скул деген, және қазіргі уақытта iCreator деген приложение бар. App Store-да, Play Market-те өзіміз сол жерде онлайн сабақтарымды салып қойғанмын. Сол жерде сол приложение негізін қалаушымын. Осы уақытқа дейін уже 20 мың астам студенттерді қазақ тілді контентте, қазақ тілде мобилографияға үйретіп келдім. Осы соңғы 5 жылдың ішінде. Дальше менің қатысым бар проекттер, қандай проекттермен жасадым? Ең бірінші Нұрлан Қоянбаевпен, LCY компаниясымен, Қуаныш Шомаймен, оның жеке мобилограф болғам. Шомай бизнес скулда ол жерде 9 ай бойы спикер болдым, егер де естеңіздер. Жақында жасаған Арметек деген жоба бар. Мобилографтар алдында видео түсірді. Бас жүлдеге миллион теңге бердік, 500 теңге, кейін 250-300 теңге бердік. Mobfest дегене вообще әлемде болмаған проект. Республикалық алғашқы мобилограф фестивалі, осы жердегі Қазақстан бойынша 7500 адам қатысты, соның амбассадоры, ұйымдастырушысы, идея автор ретінде осы проектті
жүргіздім. И осы жылы январда, 24 январда біз 20 мобилографты Нью-Фильм Академияға апарып келдік. Тартылып фестінде видеолармен жасадым, и Ғаділбек Жанайдың бірнеше видеоларын түсіргенмін. Нұржан Келмебаевпен жұмыс істегенбіз. То есть айта берсем өте көп, осы жаққа слайдқа сыймайды, оның барлығын менің рилстарымнан көрсеңіздер болады. Дальше жаңа айтып қойдым бұл жерде. Енді кино рилс қазіргі уақытта түсіру не үшін трендте, немесе неге көп адамдар қазір ол салаға осы именно киношный рилс түсіруді бәрі қызығады, бірақ неден бастайтынын білмейді. Қазір көп отырсаңыздар, Apple компаниясы, Стив Джобстың компаниясы ғой енді, там Тим Кук десек те болады. Тим Кук қазір Apple компаниясы сіздердің қалталарыңызға iPhone берді. iPhone-да бізде кәдімгі именно қазіргі уақытта 2024 жылы осы уақытта iPhone-ның мүмкіншілігі почти проф камераға жетеді. Мен айтушы едім негізінде бұл проф камерамен тең деп айтылам. Неге? Себебі проф камерада егерде оны объективтен алсаң, ол ештеңе болмай қалады, это ничего. Оған нормально кадр түсіру үшін проф камераға міндетті түрде объектив кигізуге болады. Но сол сияқты қазіргі уақытта да телефонға да объектив кигізуге болады. Телефонға объектив кигізетін болса, ол проф камерадан асып кетуі де мүмкін да. Мүмкін осы жерде қазір адамдар мен осы жерде запись конституциялы салып жіберетін шығар. Но маған бәрібір. Менің ойым осындай. Қазіргі уақытта міне iPhone бізге қалтамызға проф камера беріп қойды. Тем более iPhone 15 Pro, Pro Max-тан жоғары 16 Pro Max iPhone-дар уже лог форматта түсіреді. Лог дегеніміз ол малоконтрастный формат, специальный постобработкада профессиональный видео түсіруге, профессиональный бояуға, компьютерда бояуға, немесе телефонда бояуға арналған арнайы формат. Онымен қазіргі соңғы шыққан проф камераның бәрінде лог деген форматқа түсіреді. Егерде лог деген түсінетін болсаңыздар. Егерде лог деген не үшін екенін түсінбесеңіздер, YouTube-ға отдельно что такое лог формат видео десеңіздер, сол жерде шығатын болады. Именно қазір iPhone бізге соны берді. Басқа ешқандай телефон әлемде лог форматқа түсірмейді. Ал лог форматқа түсіретін формат ол iPhone 15 Pro, Pro Max, 16 Pro, Pro Max қана осы 4 телефон ғана түсіре алады. Егерде сізде сол iPhone 15 Pro, Pro Max немесе 16 бар болатын болса, вам реально повезло. Но 14, 13-терде болады, потому что осы күнге дейін 3 жыл бойы мен соңғы 3 жылда iPhone 13 Pro Max пен жүрдім. Онымен де киношный рилстар істедім. Но iPhone 15 Pro Max алғаннан кейін менің рилстарым тағы да бір деңгейге көтерілді. Ал қазіргі мобилографтарда көбісінде 15 Pro, Pro Max қой негізінде. Бірақ қалтасында просто жатыр да. И мен біздегі осы бізде студия бар, осы жерде адамдар келеді. 16 Pro Max-та кеше бір кісі келіп түсіріп жатыр екен. Кіріп қалсам, светті қоймайды екен да, сөйтіп светті қойып бердім да, и телефонын қарасам, қандай телефон десем, 16 Pro Max дейді. Сөйтіп қарасам, просто iPhone-ның обычный камерасын түсіріп жатыр. Хотя 16 Pro Max не деген мүмкіншілік туда, соны пайдаланған жоқ та. Мен айттым сразу, давайте вот скачайте Blackmagic приложение, мынандай настройкасын қойып бердім да, и сонымен түсірді, бірден картинаны көрсеттім, қалай бояуға болатынын. И ана жерде на месте уже кәдімгі профкамера сияқты качество алып кетті да. То есть осындай фишкалар арқылы қалтаңыз тұрған телефонмен без проблем реальный мықты киношный рилстар жасауға болады. Тем более ближайший 2-3 жылда бұл iPhone-ның камерасы ары қарай дамитын болса, ол наоборот кері қайтпайды. Ол больше дами беретін болады. Бұл қазіргі уақытта бұл әлі бастамасы ғана, бұл лог форматты енді қосты. Әрі қарай 17-ші, 18-ші iPhone шығады, дальше больше кете беретін болады. То есть 100% гарантия берем, бұл рынок әлі де өседі. То есть ойлап қалмаңыздар, мобилография қазір адамдар өте көп, таслақтасаң мобилографтың бастан тиеді деген сияқтыларда. Ондай да бар. Но арасындағы жақсы түсіретін мобилографтар өте аз біздің Қазақстанда. Көбісінде просто әшейін көптің бірі де болып жүрді, короче. Егер реальный көзге түсіп жатқан мобилографтар өте аз. Соны айтайын дегенім сіздерге. Дальше 2020 жылға дейін рынок қандай болған? Ол кезге деңгейі төмен мобилографтар өте көп болған. Просто камера ашып алады, iPhone-ның өзінде капкатты қосады, Xiaomi, короче, мобилографын, төмен конкуренция болды 2020 жылға дейін. Барлығы бір-біріне ұқсас видеолар өте көп. Ал қазір 2024-2025 жылдарда уже сен бұрынғыдай мобилографтың деңгейінде ұзаққа бара алмайсың. Себебі саған қазір басқа да мобилографтардың қатарынан ерекшелену үшін сен ерекше контентпен шығу керексің. Ерекше контент болу керек. Мен мобилограф келген кезде сразу видеолип приложениесімен монтаж жасап кеттім. То есть видеолипті білетін шығарсыздар да, то есть CapCut, InShot, VN деген мен ешқашанда монтаж жасаған емеспін, но олар бойынша естуім бар. Мен видеолиппен монтаждадым. И мен уже видеолиппен примерно 20, 21, 22 жылы видеолиппен монтаждап келдім и қарайым, андай болып кетеді рыноктан. Кейбір мобилографтар уже менің монтаждан қатты андай фук бір нәрсе ойлап тауып, переходтар, спидрамп деген сияқты жасап кетіп жатыр да. Неше түрлі эффекттер жасап кетіп жатыр. Им ойладым, блин, Асхат, қазір егерде сен бір нәрсе ойлап таппасаң, онда артта қаласың, короче. Ал
LumaFusion приложениесі менде одан 1 жыл бұрын сатып алғанмын, бірақ кейінге откладывать етіп жүре бердім да, то есть база жоқ, қиын болды басында LumaFusion үйрену маған. Сөйтіп тұрдым да, все, короче, мен не де болса да осы LumaFusion үйреніп аламын, шұқылап болып, бір нәрсе қылып. Содан кейін дальше уже тәбет ете бастадым. LumaFusion'да 2 күн бойы там почти ұйықтамай күні-түні бойы монтаж жасадым, шұқыладым. 2 күнде LumaFusion үйреніп шықтым. Бірақ ең қиыны болған маған бояу қиын болды. Ол жерде кәдімгі киношный бояу жасау керек болды. Но ол жерде бояуды үйрену үшін мен кәдімгідей компьютерға арналған, андай MacBookқа арналған профессиональный DaVinci Resolve деген приложение бар ғой, программа бар. Соның монтажын, қалай бояудың полы теориясын барлығын үйреніп шықтым, чтобы LumaFusion'да маған бояуды үйрену үшін. Енді мен сіздерге қазір енді LumaFusion'ды қазір үйрену үшін DaVinci'ді оқуды керек емес, просто потому что менде уже арнайы уже дайын курстар бар. Өте жеңіл түрде бір там кликті басу арқылы өте мықты бояуға болатын мүмкіншіліктерді дайындап қойғанмын. Дальше кеттік. Енді 2024 жыл не болады? Ол кезде жоғары бәсекелестік, барлығы қазір начали уже двигаться, там кино Reels деген ол не, там контент креатор, там Reels воронка деген сияқты неше түрлі мамандықтарға секіріп туда-сюда әртүрлі, короче, движуха өте мықты жатыр да осы біздің контент креатор видео саласында. Және комплексный подход болады. Ол жерде сен тек қана заказчикке бір ғана видео емес, контентті толық құрастырып беру. Оны сценарийнен бастап, идеясын бастап, там қандай кадр болу керек, оның киімі қандай болады, актерлермен жұмыс деген сияқты полностью комплексный контенттің құрап беретін болсаң, сен уже таптырмас маман боласың. Сондай болады. Дальше кеттік. Енді 2025 жылы нағыз профессионалдарға клиенттермен сапалы жұмыс істей алатын және өз міндеттерін орындауға қабілетті мамандар үшін өте мықты мүмкіндік жылы болады. Егер де сіз қазірден бастап жаңағындай осындай қалтаңызда тұрған айфонмен, телефонмен киношный Reels түсіріп, оған сценарий құрастырылып, конкретно мықты жарық қоя біліп, одан кейін жаңағындай мықты бояп, мықты саунд дизайн жасайтын болсаңыздар, және еще контент құрып беретін болсаңыздар, сізде онда уже мықты маман боласыздар. Қазіргі уақытта просто айфонның камерасын ашып алып, камераны қосып қойып, CapCut'та әртүрлі переходты үйреніп алып, все, мен майблоговтын деп айту, ну, блин, ребята, ол уже андай да, уже кринжовый да, андай көп адамдар қазір. Кез келген адам қазір, любой адамда қазір жоқ дегенде iPhone бәрінде бар ғой, негізі қазір жастардың көбісінде iPhone Androidқа қарағанда. Ну, Androidпен де бар, но в основном большинство адамдарында барлығында iPhone ұстайды. Сол кісілердің барлықтарында қалтасында негізінде реально үлкен мүмкіндік жатыр да. Просто олар не істейді, iPhone өзінің камерасын ашып алады, сөйтеді, CapCut'ты скачать алады, ол басында тегін қолдануға болады, қазір проға жіберді, и то платный. Что-то все, короче, я мобилограф, я киношный мобилограф, мен қазір бәрін айырам. Все, мен, короче, там мобилограф номер 1 деп өздеріне андай галочка іліп алады, сөйтіп жүреді, но уже прямо уже, когда дело доходит, заказға келген кезде, клиентпен сөйлесу келген кезде пыс еткізіп, желдер шығып кетеді. То есть, егер де сен камераны ашып алып, просто CapCut'та монтаж жасаймын, все десең, там мобилографтың деп өзін атайтын болсаң, ну, ребята, тогда ол кішкене қате ұғым, оны әлі ерте, потому что сіз мобилограф болу үшін, нормальный проф мобилограф болу үшін, жақсы сценарий құра білу керексіз, свет қоя білу керек, кадр қоя білу керек, мықты бояумен жұмыс жасау керек, музыкаға деген вкустары күшті болу керек, текстпен жұмыс жасау керек. То есть көптеген комплексный подходтарды білу керек. Сол кезде сіз уже профессиональный мобилограф қатарына жататын боласыз. Енді қазіргі уақытта бізге не білу керек? Қандай вообще мобилографияның қандай қыр-сырларын білу керек, чтобы біз осы 2024 пен 25-26 болашақта, чтобы сұранысқа ие болу үшін қандай біздің қабілеттеріміз болу керек? Сол жөнінде айтып беремін. Ең бірінші навыктарымыз мына. Навыки знания мобилографа. Бірінші сізде мышление мықты болу керек. То есть сату техникасы деген сияқты, кадр қоя білу керексіз, композиция, свет, насмотренность, раскадровка, сценарий, настройка камеры, монтаж, цветокоррекция, сату, художка, личный бренд, контент, маркетингда осының барлығын бізге білу керек. Сіз қазіргі уақытта нағыз киношный Reels, киношный видео түсіретін маман бола аласыз. Енді жаңа қарасаңыздар, нерде навыктар өте көп қой. То есть мышление, композиция, как будто бір 20 шақты навыкты білу керек сияқты болып тұр да. Но оның бәрі мен сіздерге упаковать етіп, четкий қылып дайындап бердім. То есть по пунктам қазір өтіп шығамыз, міндетті түрде осы жерде қарап алыңыздар, немесе прям осы жерде там скрин істеп алыңыздар. Не істейміз? Осының барлығы мен сіздерге 4 қарапайым сөзге жинап бердім. Біріншісі pre-production, production, post-production және money making. Осының әр қайсына қазір жеке-жеке тоқталамыз. Дайынбыз ба? Дальше кеттік.
Препродакшн ол не? Ол осы біз қандай да бір видео түсіру үшін оған дейінгі болатын бүкіл дайындық. То есть бірінші заказчикпен келісу, онымен шай ішіп, кофе ішіп отырып, договор бағасы бойынша келісу, одан кейін барып актерларды табу, немесе актер болатын болса да, немесе локацияларды іздестіру, қай жақта түсіреміз, жарықтардың барлығын түрлерін білу керек, қандай жарық керек болады. То есть уақыттарын, таймингтерін барлығын қою. То есть видеоға түсіруге дейінгі болатын бүкіл дайындықтың барлығы препродакшн периодында істелінеді. Және ол ең біріншісі идея видео түсірудегі. То есть қандай идея болу керек? Дальше сценарий, одан кейін раскадровка. Идея не үшін керек? Неге деген сұраққа жауап берейік. Яғни бұл видео не үшін керек? Бұл видеоны кім көреді? Қандай аудитория көреді? Жастар көре ма? Үлкен кісілер көре ма? Бизнесмендер көре ма? Үйде отырған мамалар көре ма? То есть видео для кого? Біз соған байланысты идея құрастырамыз. Одан кейін оның өзіңіздің аудиторияңыз кім екенін анықтайсыз. Соның ішінде, то есть видео кім көреді, оның қызығушылықтары қандай, олардың потребностьтары, қажеттіліктері қандай, соның барлығы. Одан кейін барып, үшіншісі ол видеоның мақсатын анықтаймыз. То есть для чего это видео нужно. Ол жердегі ол продукт ерекшеліктерін көрсетіп, жастар арасында сатуды арттыру, немесе өткен жол арқылы көрермендерді жеке дамуға шабыттандыру. Видеодан алынған текст, просто қысқаша алынғанда. Главное ол мақсаты для кого, то есть для чего нужно бұл видеоны біз не үшін түсіреміз. То есть қандай да бір затты сату, услуганы сату, қызметті сату, немесе курс сату, товар сату деген сияқты. То есть кез келген видео, сіз түсірген каждый видео ол сатуға алып келу керек аяқ жағында. Егер де видеоның соңында сатуға алып келмейтін видео болатын болса, это ол просто развлекательный видео, обычно адам көрді, там 1 миллион просмотр болуы мүмкін, но ол сізге ақша келуі мүмкін да. Но сізде 10 мың просмотр болады, ол сізге там миллион теңге алып келуі мүмкін да. То есть бұл жерде именно надо работать не на просмотр видео, а именно на качество. Ол сізге қанша ақша алып келеді сол түсірген видеоңыз, соған байланысты кетеді. Енді бұл жерде мына кітапты сіздерге оқуға кеңес беремін, Кадика Художник деген. Бұл жерде біздің идеямыз қандай? Біз бір идеяны алып, оны ұрлап алып, прямо скопировать ету емес, а именно 10 идеяны аламыз да, упаковать етіп, содан бір керемет зат шығарамыз. То есть осыны қалай жұмыс істеу керек екенін барлығын айтып беретін боламыз. Дальше сценарий, оның қандай формуламен жазылу керек, ол кімдерге жазылу керек, оны кім жазады, қалай істейміз, структурасын барлығынан айтып өтетін боламыз. Осындайлар болу керек. Ең бірінші сценарий жазуде бізде бәрін көп маркетологтар біледі, AIDA деген техника бар, яғни attention, interest, desire, action дегеніміз. Осы формула бойынша кез келген фильмдар және кез келген сіздер қазір сатылатын рилстарыңыз осы формула бойынша жазылады. Әрқайсысын тоқталайық. Attention, яғни ол назар аудару, адамды вниманиесін қарату. Мысалы, мобилографияға шақыратын болсам, сен телефонға түсіресің, бірақ одан ақша таппайсың ба? Адам назар аударасың, все, адам қарады, о, прикольно, почему так? Дальше оны қызығушылығын атырасың, интересный. 2025 жылы жақсы контентсіз ерекшелену қиын, ал сапаға қойылатын талаптар тек артып келеді, уже қызықтырдың. Дальше қалауы, оның желаниясы. Егер киношный рилс түсіруді үйренсең, айына 1 миллион таба аласың деген сияқты оған не бересің. И аяқ жағында call to action, яғни оны шақырасың. Енді осының бәрін алу үшін не істеу керек? Комментарийға плюс қалдар, дайректке жаз, білмеймін, маған жекеге жаз, актуальныға өт, стористі қара, рилсті қара деген сияқты. Әйтеуір бір видео көріп болғаннан кейін бір действие алып келу керек. Мысалы, сізде бағанағы рекрутер деген біздің рилсіміз көрдіңіз, аяқ жағында плюс қалдырдыңыз, біздің Telegram ботқа өттіңіз, Telegram бот арқылы сіздер қазір осыны YouTube-та видеода көріп отырсыздар. Сондай болу керек та. Іс-әрекетке алып келу керек. Ал негізі осындай формулалар негізі өте көп. Осының барлығын мен қаяқтан аламыз, осының барлығын болашақта болатын сабақтарымда, курсымда до конца көріңіз, айтып беремін, откуда бәрін алатынымызды айтып беремін. Қазір айда деген бір ғана формуласы ғой, а таких еще 8 бар да бізде. Соның барлығын алда болатын курста айтып беретін боламын. Дальше раскадровка. Раскадровка деген вообще өте керемет кайф зат. Егер раскадровкаңыз дайын болатын болса, сіз почти уже заказчикке баратын болсаңыз, раскадровкамен все, мен заказчикке барасың, типа, сәке, мынандай кадр болады, осындай локация болады, мынандай адам осындай киім киеді, примерно осындай кадр қойылады, мына жарық қойылады, көрсетсеңіз, ол уже 50%-ға сіз ол кісіге сатты деген мағынаны білдіреді да. То есть успешный болады, чек жоқ дегенде 2 есе өзгерте аласыз, өсе аласыз. Раскадровкада неге ол көріну керек? Бірінші ол территория, яғни локация. Қандай локация түсіріледі? Ол күндіз ба, түнде ма, бір нәрсенің іші ма, далада ма деген сияқты, яғни реквизиттар, предметтар болуы мүмкін кадрда. И басты персонаж, яғни главный герой. Ол қалай отырады? Тіке отырады, бүйтіп отырады, жатады, тұрады деген сияқты. Соны примерно салу керек.
мынау енді раскадровка интернеттен алынған. Мен де раскадровкаларым өздерін осы былай, мен прямо қатты художник емеспін. Мынаны мен салмағам. Мына мен өзім салғандарым да бар, блокноттарымда. Мен просто домалақ адам басы, там денесін саламын, типа мына қарап отыр, мына қарап отыр деген сияқты. Прямо раскадровка істеу үшін прям қатты художник болуым керек емес. Главное, өзіңіз түсінетін болсаңыз болды. Сондай. Дальше продакшн. Продакшн дегеніміз ол уже сол съемканың болатын уақыты. Сол кезде істейтін заттар. То есть ол жерде видео, звук, свет барлығын қойып қоямыз да и запись істейміз. Ол жерде кадрды қалай қою керек, камера настройкаларымен істейміз, жарықтардың бәрін қоямыз и бізде уже продакшн уақыты басталады. То есть полный түсірілім уақыты. Бүкіл съемочный команданың. Енді композицияны барлығымыз білеміз. Мүмкін білмейтін кісілер де бар болатын шығар. Айтып кетейін. Білетін адамдар бар болатын болса, можете вот так чуть-чуть пропустить. Но видео саласындағы, мысалы, менің жаңағындай бағана репетировалысын көрдіңіз ғой, сол жердегі оның киношный болуы, именно сіздерге кино сияқты көрінуі, немесе сіздер кино көрген кезде ол киноның болуы 90% зависит от композиции. Не де қазір мен біреуін ғана түсіндірейін. Композицияның ең қарапайым түрі ол үштік ереже. Яғни сіздің телефондарыңыз барлықтарында сетка болады. Сетканың қиылысқан жерлеріне главный объектін аламыз. Но одан да бөлек тағы да көптеген композиция түрлері бар. Мен оны өзімнің курстарымда айтып отырмын. Үштік ереже это самый көп қолданылатын, ең көп кездесетін ережелердің бірі. Самый главный осы үштік ереже болып есептеледі. Дальше кадрдың глубинасы болу керек. Яғни сіздерде передний план болу керек, объекті болу керек, и задний план болу керек. Сол кезде сіздерде кәдімгі глубина болады. Глубина кадр дейді, оны орысша. Одан кейін оны қалай жасаймыз? То есть мысал тұр. Камера или телефон, неважно. Мына жерде мен видеоларымды бір-екі скріндерін қойыппыз. То есть менің видеоларымда, любой видеомда рилсымды алып қарайтын болсаңыз, всегда передний планда менде бір зат тұрады. Даже мен тексттарымды, рилстарымда шрифттеген кезде, оның өзі мен глубинамен жасаймын да. Понимаете? Сондай. Кет дальше. Не керек бізге? Камера керек. Бірақ егер сіз өзіңізді профи деп есептесеңіз, мобилография саласында, но iPhone-ның өзінің камерасын ұмыту керек. Оған бізге замена Blackmagic приложениесі көмектеседі. Мына жерде менде Blackmagic приложениесі телефонда установленный. Так, қазір мен мына запись экран қосып қояйын. Хлопок. Мына жерде менде мына Blackmagic приложениесі установленный. Мен бүкіл видеоларымды, мына рекламный роликтарын барлығын осы неге түсіремін? Blackmagicке түсіремін. Полностью міне. Мынау алдында рекламный ролик, который бір роликті 200 мыңға сатқан. Осындайды мен екеуін түсірдім, и үшіншісін құдай қаласа ертең түсіреміз. Монтажы осы жақын арада шығады, көретін боласыздар, стористан рилстардан көресіз. Именно осы менің скоро болатын курсымда осы видеолардың барлықтарының монтажын қалай істегем, мен қалай боядым, прям осылардың исходниктарын сіздерге берейін, студенттерге арнайы. Осы исходниктарды сіздер алып, тура мен сияқты монтаж жасасаңыздар да болады. Осы Blackmagic приложение толық бүкіл видеоны осыған түсіреміз. Ал егер де реально сіз профпын десеңіз, просто забудьте про эту камеру. Но я не говорю, что типа удалите на камераны тұра берсін, бірақ профессионально түсіру үшін мынау iPhone-ның обычный камерасы ішінде мүмкіншілігі жеткіліксіз. Понимаете? Ал мынау Blackmagic приложение тегін тұр. Blackmagic дизайн компаниясы бізге тегін беріп тұр. Ребята, все алдындарда қолдана беріңдер деп тұр, короче, без проблем. Так, дальше. То есть на жерде қазір Blackmagic настройкасын бәрін толық айтатын болсам, ол өте ұзақ әңгіме болады. То есть на видеомыз 2 сағат созылып кетуі мүмкін да. Сол үшін оларды бұл жерде тонкостарын айту қазір видеоға сыймайды. Просто скачайте, у кого нету бұл приложение, и қойып қойыңыз. Скоро мен курсымда осы туралы общий прям реальный кәдімгідей обзор істеп беретін боламын. Кәдімгі 1 сағаттық прям Blackmagic'тің мясасын беретін боламыз сол жерде полностью. Дальше бізге не керек? Свет керек. Светті енді айтып кетейін. Көбісі свет дұрыс қоймайды кадрда. Видео түсіру кезінде. Ең бірінші свет ол бізде K-Light деп аталады, яғни ол рисующий свет, негізгі основной свет, ключевой свет дейді. Мынау сияқты міне қазір алдымызда тұр ключевой свет. Бұны всегда адам алдына қояды, 45 градустан қояды. Екіншісі бізде заполняющий свет, яғни ол толықтырғыш, fill light дейді ағылшындар оланы. Оны в основном адамның жағына қояды да, и чтобы мен на бетімді жарық қылу үшін деген сияқты. И үшіншісі бізде контровой свет. Яғни ол мен арқама түсіп тұр қазір осы жерде видеоны қарасаңыздар. Мына жерде мына артында контровой, мына жерде контровой. Шашын төбесі жанып тұр, төбесі міне көрініп тұр. Оны контровой. То есть бұл самый қарапайым свет қою техникасы. Осының өзін білсеңіздер, видеода қолдасаңыздар, бұл уже нормально да, по идее. Но бұдан да тағы да мықты светтің қою схемалары бар менде.
прямо голливудский светтің қою схемалары. Оны қалай алу керек екенін осы сабақтың соңында, тегін сабақтың соңында айтып беремін. Так что смотрим до конца. Дальше кеттік. Постпродакшн самый қызығы, ең самый сок, өте ең қызықты моменттер постпродакшнда уже ол бізде монтаж уақыты. Яғни монтаж. Полностью ол жерде уже кесеміз, қиямыз, бояймыз, музыкасын қосамыз, текстін қосамыз, анимациясын қосамыз, тағы не бар, там блюр береміз. То есть бүкіл монтажның барлығын жасайтын периодты бізде постпродакшн. То есть мен сіздерге қазір мынаны айтып жатқан заттың барлығы кәдімгі профессиональный этаптар. Препродакшн, продакшн, постпродакшн и төртіншісі бізде монеймейкинг, жаңағындай уже сол істеген заттарыңызды сату деген ендеп қойдым да. Егер де сіз реально кино, рилс түсіріп үйренгіңіз келетін болса, мен оның алдында қанша рилстар айтқанмын, CapCut, Cobalt сияқты деген сияқты заттарды хейт та келді, қолдаған кісілер де болды. Маған бәрібір, короче, ребята, реально дамығыңыз келе ма, конкретно дамығыңыз келе ма, киношный видео түсіргіңіз келе ма, просто қазір тура осы жерде возьмите, CapCut удалите просто. Нафиг, короче, нужен. Почему ол? Потому что енді мен CapCut жеп көрген үшін емес, там CapCut маған там төлемейді деген тема емес, но LumaFusion төлемейді маған, по идее, айтқан үшін ештеңе. Просто понимаете, CapCut'та оның ішінде барлығы дайын тұр да. Миллион түрлі переход бар, короче. Миллион түрлі текст анимациясы бар. Все готово там. Когда адамға барлығы дайын тұратын болса, адам өзі вообще ойланбайды, креативсіз де болды, короче, өшет нөл болады. Потому что сіз уже CapCut'қа үйреніп қалғансыз да. А прикиньте, Қазақстанда, предположим, есть 10 мобилограф бар. Одан көп қой негізі. Предположим, есть 10 мобилограф. И 10 мобилографтың 9995 мобилограф CapCut'та монтаж жасайды да. И у всех один и тот же переход, один и тот же шрифттардың стильдері, бояулары барлығы бірдей. Просто алып тегін ғой анау жаңағыдай. Алатта қосып переходтар да бірдей. Прикиньте, 9995 адамның видеоларының стильдері бәрі бірдей да. Фолд фильтрді қоя салады. Ал сіз егер де LumaFusion мен айтқан приложение монтаж ететін болсаңыз, сіз уже 1% ерекше монтаж жасайтын қатарға кіресіз. И заказчиктің көзінше сіз уже реально алдыға шығасыз да. Ана жерде жаңағы көптің бірі болып жүре беретін адамдардың ішінен сіз реально алдыға шығасыз, ерекшеленесіз. Ол жерде бояуынан алдыға шығасыз. Сен LumaFusion істеген кезде реально миың креативің кәдімгідей оянады. Потому что LumaFusion интерфейсі ол тура кәдімгі компьютердағы DaVinci Resolve Premiere Pro интерфейс сияқты да. То есть сіз уже LumaFusion монтаж істеу білетін болсаңыз, любой уақытта компьютердағы монтажға резко ауысып кетуге болады, потому что ол профессиональное приложение. Понимаете? Так что егер де реальный мықты профи мобайл фильмейкер, жаңағыдай телефонға түсетін адам мықты мобайл фильмейкер болам десеңіз, яғни мобилограф болам десеңіз, просто удалите CapCut. Байқасаңыз, мен мобилограф деген сөзді даже өзім айтуға аламын. Блин, андай да уже құндылығын атау түсіп тастаған, нәскиген түсіп тастаған ғой уже. Позор да. Егер де Асхат мобилограф десем, блин, мне реально стыдно за мобилографа. Потому что до того уже төмен түсіп тастаған деңгейлерінше, мобилограф ана түсіреді деп айтады да, блин, маған жаман тиеді, білмеймін сіздерге қалай, но мен намысыма қатты тиеді. И это слово я сейчас стараюсь көп жерлерде не использовать. И мен ол сөздің орнына лучше я снимаю, типа, мен мобильный съемкамен айналысамын. Немесе мобайл фильмеркім, телефонға видео түсіремін деген сияқты айтамын да. Мен мобилографпын деп айтпаймын, даже менде Инстаграм описаниеда мобилограф деген сөз вообще жоқ. Ол жерде там написано там мобайл фильммейкер. То есть Америкада, шетелде мобилограф деген сөз жоқ. Ол жерде реально адамдар мобайл фильммейкер, просто фильммейкер, там клипмейкер, контент креатор, просто атап кеткен да, кете береді. Короче, реально мобилограф болғыңыз келсе, мықты маман болғыңыз келсе, просто удалите CapCut. Болды. Ары қарай не істеу керек мен сізге айтамын. Хорошо? Мен айтқанымды істеңізші, реально. Просто мықты ақша тапқыңыз келсе, мықты көзге түсетін, мықты творческий тұлға ретінде дамығыңыз келетін болса, просто мен айтқанымды істеңіз, мен сізге жолдың бәрін көрсетемін қалай істеу керек екенін. Мен LumaFusion айтып өттім ғой. Мысалы, давай қазір мен сізге бір-екі видео көрсетейін мына жерде. LumaFusion істеген. Так, мен запись экран қостым. Жақта шықты. Міне, кеттік. Сіздер бағана көрген рилстарыңыз рекетер бойынша. Ол мені полный телефонда істенген мені. Барлығын қараңыз. Полностью бәр телефонда. Жаңа сіздер көрген мені саунд дизайн, мына жақтағы тұрған анимациясы, текстің шығуы, мынаның бәрін істелу көріңіз. Барлығы телефонда істелінген. Даже мынаның бояуының өзі, мына ішіне кіреміз. Мына жақта міне лог форматқа түсірген 15 Pro Max-қа. Дальше міне уже боялған.
мынаның файлдары, міне каждый міне мына лог форматта боялмаған формат, мына боялған. Мына жерде міне полный приборлар бар. Осы приборлармен қалай жұмыс істеу керек екенін мен сізге курста үйретемін. Мынау кәдімгі DaVinci Resolve'да бар приборлар. Ал CapCut'та, VN'да, InShot'та, Videolit'та видеоны бояу үшін мынандай прибор жоқ. Бұл профессиональный видеоскоп приборлар. Осымен қалай жұмыс істеу керек екенін осы LumaFusion приложениесінде толыққанды бәрін айтып беретін боламын. То есть міне барлығы мен бүкіл видеоларымды осы жерде жасаймын. Мына клиптар, мысалы алдыңғы көрсеткен кеше стористе көрсеткен міне полный клиптің монтажын барлығы телефонда. Так, сіздер көрмеген бір-екі нені көрсетейін. Скоро рекламный ролик, который түсіргем шампунға. Міне мынаны әлі монтажын аяқтаған жоқпын. Мына жерде қараңыздар, міне бүйтіп көтеріледі. Полностью міне бояу да барлығы осы телефонда істелінген. Полный профессиональный мына жерде. Боялмаған файл андай болып тұрады. Мынау боялған файл. Осының барлығын профессиональный қалай бояу керек, полностью уже скоро курсымда айтатын боламын. Мен тағы да міне мынаның бәрін түсірген. Осының бәрі телефонға түсірілді. Профессиональный андай хлопушкамен қалай жұмыс істеу керек деген сияқты темалар кетеді. Жаңа бір нені қайда кетті? Бэкстейдждармен тұр. Міне бэкстейдждар. Енді барлық файлды скачать етіп үлгермедім, а так мен тұр. Көрсеңіздер болады. Кәдімгі режиссерский монитор, полный профессиональный съемка кәдімгідей. Барлығын телефонға түсіріп жатырмыз. Осы мына айфонға міне Blackmagic приложениесі арқылы мені көріп тұрсыздар. То есть вообще кайф. То есть мен бүкіл рилстарымды, бүкіл клиптарымды, бүкіл коммерческий роликтарымның барлығын осы телефонда жасап жатырмын. То есть маған бояу үшін, профмонтаж жасау үшін мынандай MacBook или там ноутбук керек емес. Міне бүкілі сіздің қалтаңызда жатыр. Түсіресің, монтаж жасайсың. И все. Түсіндік па? Енді контент пайдалы болды деп ойлаймын. Осы уақытқа дейін айтқан. Дальше ары қарай мен өзімнің курсым туралы ақпарат айтамын. Кімге менің курсым қызық болады, дальше көре беріңіздер. Кімге қызық емес, прямо осы жерден пауза басып, видеоны өшіріп кете берсеңіздер болады. Но я думаю, что до конца көресіздер деп ойлаймын. Соңында мықты бонустар беремін. То есть реально, ребята, кому интересно, до конца көріңіздер. Потому что мен реально сіздерді дамығандарыңызды қалаймын. Потому что қазір реально мобилографтар до того көп, что, блин, таслақтасам басына тиеді дейді ғой, мысалы да. Сондай не заман болып кетті қазір. Екінің бір мобилограф, но оның ішіндегі жақсы ақша тауып, мықты сапаға жұмыс істеп жатқан адамдар өте аз. Я думаю, что сіздер осы сабақты көріп болғаннан кейін сапаға жұмыс істейтін, нормально ойланбай ақша табатын маман болады деп ойлаймын. Кеттік, курстың аты менде рестарт деп аталады. Неге рестарт? Себебі типа я переоткрываю вот эту формулу, как говорит Тони Старк, да, переоткрываю или там қайтадан бастаймын, с нуляна бастаймыз деген сияқты. Сондай ниетпен рестарт деп қойдық. Ре деген еще рек, там жазудағы кететін старт бастаймын деген сияқты тема ғой. Қуғамыз ғой курстың атын қойған кезде. Дальше кеттік. Кімдерге арналады айттым, мықты контент түсіргісі келетін, кино сериал түсіретіндегі арналады. Менің миссиям не? Мен мобилографпын деп айтуға ұялмайтын, конкретно мобилография нарығын қалыптастыратын кісілерге арналған. Бұл жерде тек қана видео түсіріп қана үйреніп қоймайсыз, ол жерде уже клиенттермен сапалы жұмыс жасап, өзіңіздің деңгейіңізді, репутацияңызды клиент алдында сақтап қалып, дальше сол клиентпен өте көп уақытта жұмыс істеуге ниеттенетін кісілерге осы рестарт курсты я предлагаю. То есть клиентпен ұзақ жұмыс істейсіз, то есть бүйтіп в поисках клиентах жүрмейсіз да, ба клиент қаяқтан табамын, ойбай менде ақша жоқ, заказ жоқ деген сияқты темалар. Конкурентоспособны боласыз, четкий, и сіз уақытқа емес, уже уақыт сізге жұмыс істейтін болады, короче. Сабақтың вообще программасы қалай өтеді? Полный 2 апта менімен бірге мобилография бойынша дамимыз. Ол жерде бірінші не үйренеміз? Кадр қою, яғни жарықпен жұмыс, кино рилс түсірудегі практика реально кездесіп түсіретін боламыз. Контент жасауда жеке брендті вообще қалай қалыптастырамыз да, сол тоже болады. И өзіміздің услугамыз сату бойынша сол сабақ болады. Енді қазір более подробно сабақтың ішіне кіреміз. Мясо болады жеги. Дальше кеттік. Обучение форматы қандай болады? Онлайн плюс офлайн, гибридный форматта болады. Қалай да ойлайсыздар ғой? Вот ана вот так сейчас көреміз. Бұл реально рестарт курсы өзінің бағасын, я думаю, алғашқы 3 күнше ақтайды деп ойлаймын. Соған жеткізуге тырысатын боламыз, чтобы курс сатып алған кісілер реально окупили осы первые 3 дня.
алғашқы 3 күн, осы курстың 3 күні офлайн форматта Алматыда болады. Яғни какой-то бір мобилография лагерін ашқымыз келеді, комьюнити болады. Қазіргі уақытта комьюнити деген сөз молдау кетті ғой. Сол комьюнити создавать етеміз өзіміз. И алғашқы 3 күн полностью офлайн болады. Ал онлайн сатып алған кісілерге, оларға прямо сол болатқан ненің тікелей эфирде немесе соны записін прямой береміз. Так что онлайн алғандар, басқа қалада болсаңыздар, ойбай мен көре алмай қалатын болдым ғой деп уайымдамаңыздар. Сол офлайн болғанның полный записін өте сапалы түрде сіздерге жасап беретін боламыз. 3 күн бойы полный кино рилстарын толық қалай істедім, неме монтаж жасаймыз, қалай түсіреміз, жаңа Blackmagic приложениесін қалай настройкаларын қоямыз, жарықпен жұмыс, ең басты жаңа кадр қою, соның барлығын толық қана айтып беремін. Неде қазір пункттан шығады, соның бойынша айтамын. Да, бірінші күні, жаңа 3 күндіктің бірінші күні мастер-класс кадр, свет қою бойынша, Blackmagic камерасы настройкасы, LumaFusion приложениесімен танысу и мастер-класстан кейінгі реальный примерлермен практика істейміз сол жерде. Прямо менің исходниктарын беремін, соны өздеріңіз сол жерде монтаж жасайсыздар, бояп көресіздер. То есть мощный не болады. Екінші күні именно сол контент креатор бойынша маркетингпен жұмыс жасаймыз. Яғни ол контент маркетинг дегеніміз ол не, қалай воронка құрастырамыз, идеяны қаяқтан аламыз, сценарий қалай жазып үйренеміз, соның барлығын осы екінші күні өтеміз. Үшінші күні мобилографқа қалай упаковка істеу керек. То есть сен өзіңді как надо упаковать. То есть шашым қандай болу керек, үстіме қандай киім кием, до того носкиің қандай болу керек деген сияқты темалар айтылатын болады. Тонкостар, но это все влияет сіздің продажаңызға. Өзің Instagram парақшаңды қалай упаковать етуін ой там SVM-ға кіргізбейміз, но в общем өзіңізді контент креатор ретінде как надо себе показывать. Сол жөнінде мен сіздерге кәдімгідей мясо контент беретін боламын. Мышление бойынша мықты сабақтар береміз. Өзің продукциясын қалай істеу керек, курс атыңыз, өзіңіз услугаңызды қалай упаковать ету керек, және қалай ақша табуға болады, сіз уже осы навыкпен, осы қабілетті үйренгеннен кейін де сол бойынша. И клиентке брифинг қалай жасау керек, сату техникаларын барлығын осы 3-ші күнде money making дегенде де беретін боламыз. Мен ниетім, яғни біздің командамыздың ниеті алғашқы 3 күн ішінде осы курс сатып алған кісілер әр қайсыларыңыз сол курстың ақшасын ақтап алу. Понимаете, чтобы вы окупили. Сразу түсіріп үйрендің, монтажға үйрендің, Blackmagic настройкасын қойып үйрендің, все, кеттің, короче, заказға. Арасында заказ шығып жатса, мен өзімде көбінесе студенттеріме заказ постоянно беріп тұрмын. Мен беремін заказдарды клиенттерді. Но ол кәдімгідей үздік студенттерге ғана, то есть бәріне бас салып заказ беремін ғой. Мықты арасында мықты өзім көрсеткен студенттер бар болатын болса, реально өзім істеп жатқан рилстарды, клиптарымды, жаңа коммерческий роликтерімді түсіруді барлығын көрсететін боламын. Вообще қалай болады? 4 онлайн созвон болады. 2 офлайн кездесу, сабақтарына жазылды міне, pre-production, жаңағы production, post-production, money making бойынша 4 үлкен блоктан тұрады. Дальше, бірінші сабаққа не кіреді? Pre-production сабағына. Идея, концепт, сценарий құрастыру, локациялар іздеу, актерлермен жұмыс, оның барлығы мына жерде скрин жасап алсаңыздар болады. Немен, то есть оқып отыру ұзақ нәрсе да, уақытыңызды алмай қойын. В итоге не аласыздар сіздер бұдан? Идеялар дайындау, сценариймен раскадровка жасау, локация таңдау, командамен жұмыс істеу және кино саласындағы рилс түсіру үшін қандай техникалар керек? Дополнительный мысалы да. Но в основном мен тек қана iPhone ғана қолданамын өзім рилстарымда. Но егер де маған там бір штатив керек болатын болса, там үлкен свет керек болатын болса, оның бәрін сатып алу керек емес. Қазіргі уақытта аренда алуға болады, 5.000 теңге, 10.000 теңге тұрады. Сіздің заказыңыз 100.000 теңге тұрса, расходыңыз 10.000 теңге болса, спокойно заказ алуға болады. То есть без проблем. Бонус ретінде креативті идеяларды қалай ойлап табуға болатын туралы нұсқалықтар, жаңа PDF чек-лист беретін боламыз. И сценарий жазу бойынша гайд берем. Бонус ретінде осы бірінші урокқа. Дальше екінші блок production. Бұл жерде офлайн онлайн болады, жаңағы айтқан бойынша. Бұл жердегі алатын нәтижелеріңіз кадрдың композициясын қоюды, камераны реттеу, жаңағы жарықпен жұмыс, әртүрлі стильді сапалы рилс жасау үшін түстерді үйлесімі, именно осы түстердің үйлесімдерін қалай істеу керек, сол бойынша фичер жасаймыз. То есть түс үйлесімі, например, менің қазір дизайным, слайдтарымыз қызыл болса, мен специально бағанан бері не үшін қойды деп ойлайсыздар? Бұл просто, чтобы біздің видеомызға визуально әдемі болу үшін. То есть это называется түс үйлесімділігі, да, понимаете? Сондай. Бонус ретінде камера настройка бойынша PDF гайд, то есть жаңағы Blackmagic бойынша прям гайд жасап қойған, бәрін соны беретін болам. И голливудский 47 түрлі техника, светті қою техникасын берем. Кәдімгідей мен оны сатып алғам кезінде, соны қазақшаға аударып, схемаларымен, цветтің түрлері, атауларымен, мысалдарымен 47 түрлі голливудский свет қою схемасы бар. Бағана айттым ғой, сізге там рисующий,
мына главный свет, мынау заполняющий, контровой деген бір ғана техника айттым ғой, а менде сондай тағы да 47-сі бар. Понимаете, 47 түрлі свет қою техникасы бар, Голливуд киношный. Соны беремін сіздерге. Дальше үшінші урок бізде постпродакшн, яғни ол жерде уже LumaFusion'ды толық ақтарамыз кәдімгідей, короче. Полный ақтарамыз. Прямо ішіндегі каждый функциясын көрсетемін. Там проект создавать еткеннен бастап, экспортқа дейін дата сіздің рилсіңіз, чтобы саған кезде качество кетіп қалмау үшін соған дейінгі бүкіл бояу, анимация, шрифттардың оның қалай анимацияны істейміз, оның барлығын креативіміз дамытып, конкретно қалай монтаж жасаймыз, соның барлығын толыққанды LumaFusion үйретемін. Прям с нуля үйретемін барлығын. Бонустар, бұған бонус ретінде не береді? То есть тегін киношный саунд эффект папкасын береміз. Прям өзім қолданып жүрген звуктардың папкасы болады. Өзім қолданып жүрген киношылықтар бар, және өзім қолданып жүрген қазақша әріптерді поддерживать ететін шрифт бар менде. Там 50 шақты шрифт бар. Соны беремін бұған. Дальше ең соңғы 4-ші блок money making, яғни бұл жерде сол істеген заттарымызды қалай сату керек. Осыны көрсететін боламыз. Яғни өзіңіз құндылығын түсініп, қызметтерін жоғары бағалы сатуды және сату воронкаларын қалай құрастыру керек, осы money making блокта, 4-ші блокта айтып береміз. Прямо состояние продаж, адам сататын кезде қандай состояниеде болу керек, состояние покупателя, состояние продажа деген сияқты, жеке бренд, контент, осы сияқты темалардың барлығын осы money making деген 4-ші блокта қозғайтын боламыз. Бонус ретінде болған оффер жасау бойынша толық нұсқаулық, сату техникалары бойынша статья и гайд по воронкам продаж. То есть сату воронкалары бойынша гайд береміз. То есть аласың, просто көресінде қайталасаңыздар болады. Түсінікті ғой? То есть 2 апта бойы мен именно гибридный форматта осындай курс болады. То есть бұл жерде жаңа айтып өттім, 3 күндік мобилография лагері, продакшн, практика money making темасына 2 офлайн сабақ, 4 зум созвон, постпродакшн, препродакшн деген сияқтылардың барлықтары жазылған сабақтар, және бонус ретінде менің бұған дейінгі шыққан курстарын тағы да берем. Мобиловтарға қандай тағы да керек наболар керек болды, оның барлығын точно барлығын істеп беретін болам. И ең мықты студенттерімді оған заказ берем, және өзімен бірге съемкаларыма, жаңағында клип, коммерческий роликтерге съемка қалып шығамын. Бұл жақта сіз кәдімгідей реально пісіп шығатын боласыз. Дальше обучение нәтижесі қандай болады? Нағыз профи боласыздар, качественный киношный видео түсіретін боласыз. Клиент сізден вообще до того отказ бермейтін болады. Блин, мне нужен вот этот контент-креатор, я хочу с ними работать деген сияқты сондай сөздер еститін боласыз, Алла қаласа. И өз услугаларыңызды өте қымбат бағаға сатуға тырысатын боласыз. Қазіргі нарықта примерно средний чек 15-20 мың теңге мобиловтың заказдары, но средний чекті как минимум 80-90 мың теңге көтеруге болады. Сондайдың хотя бы 5 заказ алыңызшы бір айда, болды, сізде уже 500 мың теңге бар. Понимаете, 500 мың уже бар. Егер реально мен сіздерге Қазақстандағы 95%, одан да көп негізінде, просто пример жазғанбыз, 95% мобиловтардың списоктар қатарынан бөлек алдыға шығатын деңгейде беретін сабақтарды сіздерге беретін болам. Бәлем, ерекшеленетін. Қалай ерекшелену керек? Жаңа уже неде айтып шықтым. Сабақтың бар нелердің барлығы. Обучениенің қорытынды нәтижесі өте жоғары вероятностьпен айына минимум 500 теңге табатын боласыз. Это прямо минимум, ойнап күліп, Алла қаласа табатын мүмкіндік болады. Және жоқ дегенде одан да көп табуға болады. Негізінде қазіргі жақсы топовый мобилографтар айына жоқ дегенде 1,5 миллион табады негізінде. Ал начинающийлар сол 150 мың, 100 мың теңге табады. Но примерно среднилар 300-400 табады. Но я хочу, чтобы вы были топта. Минимум миллион теңге табатын топта болса деген не ойлаймын. Обучение Алла қаласа ноябрьдің 22-23 күні соған пландап жатырмыз. Алғашқы 3 күндік и дальше уже онлайнда сабақтарымыз болады. Обучение 2 тарифте болады. Кері байланыс, барлықтары 2 тарифқа да кіреді полностью, бірақ 1-2 айырмашылығы бар. Дальше кеттік. Классика тарифы тек 200 ғана орын болады. Мұнан скрин жасап алсаңыздар болады. Бұл жерде 3 күндік марафон, тікелей эфир, 4 эфир болады, 2 офлайн кездесу болады. Барлық тақырыптар бойынша жаңа жазылған сабақтар болады. Менің бұрынғы курстарым тағы бонуспен түседі. Әр кезеңге, әр этапқа арналған үй тапсырмалары және қатысушылардың жалпы общий чат болады бізде. И классика тарифіндегі қатысушылармен тоже офлайн кездесу болады, жаңағы 3 күндік неде. Енді біздегі профи тарифқа негеді, бұл жерде тек қана 15 қана орын. Сол жаңағы нау тарифтағы полностью барлығы кіреді, и бұның айырмашылығы тариф ішінде более обширный оқу бағдарламасы, және мен тағы да отдельно 2 офлайн
кездесу запрос бойынша қандай проблема бар. И полностью тағы да 2 онлайн эфирі болады. Алматыда өтетін әртүрлі менің выездной съемкаларым болады, соған алып шығатын болам. Және мен Instagram парақшамда жеке өзімді осындай там Алтынбек андай мобилогер, осы қаладан өзім жеке там мобилогер ретінде реклама істеп беремін, осы қаладан болсаңыздар деген сияқты. И выпускнойға келетін боласыздар. Және ең мықты бонус, екі тарифқа да мен өзімнің істеген съемкаларымды, клиптарымның, видеолардың исходник файлдарымды кәдімгі сіздерге беремін, практика ретінде өздеріңіз бояп, монтаждап жасайтын боласыздар. То есть өте мықты, қызықты сабақ болады деп ойлаймын. Енді мен мұндайды бұрын жасамайтынмын. То есть такое бірінші істеп тұрмын. Предзапись деген тема мен бұрын істемейтінмін. Так что достар, мынаны предзапись анкетасын толтырасыздар. Ол сіздерге астында ссылка тұрады. Осы видеоның астында ютубтан көріп отырсаңыздар описаниеда болады, немесе сіздерге осы Telegram ботқа сіздерге ссылка келеді. Сол ссылкаға өтесіздер да предзаписті анкетаны толтырасыздар. Хорошо? Оны толтырған үшін мен сіздерге арнайы бонус беретін боламын. Понимаете? Ол мен бонус не болады? Алдында көрген рекетир, қалай түсірдік, бэкстейджі, соған разбор жасап берем. Менің өзім жеке ойларым, білімдерім тағы дополнительно берем. И мобилогтар үшін пайдалы файлдар, пактар берем әртүрлі. И өздеріңіз жаттыға алатын сол рекетирдің файлдарын, исходниктарын беремін. Егер де осы анкетаны, предзапись анкетаны толтырсаңыздар, міне самый главный бағанағы рекетирдің рилстан көріңіз, соның исходниктарын беремін. Өзіңіз тестовый ретінде бояп көріңіз. Понимаете? Қызығып, там бояп шұқылап көрсеңіздер болады. Ол өте үлкен практика болады. Так что жирамаңыздар. И тағы да бір осы видеоны көрсеңіздер, ұнаса, маған Инстаграмға дайректке Асеке, блин, видеоң тема екен, короче, көп пайдалы ақпарат алдым деп маған отзыв қалдырсаңыздар, отдельно сіздермен Zoom мастермайндқа шақыратын боламын. Ол совсем бөлек, то есть курстан тағы да бөлек отдельно Zoom мастермайнд болады, соған шақыратын боламын. Так что достар, қызық болды деп ойлаймын, реально. Егер пайдалы болса, лайк, комментарий, там анау-мынау деген сияқты темалар бар, жазып кетіңіздер. Так что вот енді нені күтіңіздер, сіздерге міндетті түрде сілтеме келеді, предзаписке толтыру бойынша, соны істеңіздер. Вдруг предзапись келмей қалатын болса, маған Инстаграмға дайрект жазыңыздар. Асхат аға, короче, маған предзапись келмей қалды, ссылка, где эта ссылка найти? То есть техника ақаулы болып қалуы мүмкін, мен оған гарантия бере алмаймын. Понимаете? Сол үшін страховка ретінде вдруг ссылка келмей қалса, осы видеоны көріп болғаннан кейін маған сразу Инстаграмға жазыңыздар. Маған ссылка жібер деп, и мен сізге ссылка жіберетін боламын. Так что всем, ребята, спасибо, рахмет, сау болыңыздар, пайдалы болды деп ойлаймын.